Сәлем достар, бүгін біз сіздермен испанский чизкейк Сан Себастьян жасайтын боламыз. Ол үшін біз творожный сырымызды алып, миксердің чашасына салып, бірінші жылдамдықпен араластырамыз. Міндетті түрде бірінші жылдамдықпен араластыруымыз керек, себебі бізге массамыз қатты воздушный болудың қажеті жоқ. Тек қана бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып бастаймыз. Содан кейін берілген салмақтағы қантымызды саламыз. Барлығы бір келкі етіп араласып, ешқандай да комок қалмау керек. Видеода көріп отырғандарыңыздай миксердің астынан барлығын араластыруымыз керек, немесе миксерді тоқтатып, лопатканың көмегімен астындағы қанттардың барлығының бір келкілігін сақтаймыз. Немесе мен секілді миксердің ыдысын осылай қозғалтып тұруыңыз қажет. Келесі кезекте біз біртіндеп жұмыртқаны жара бастаймыз. Яғни барлығын бірдей салмаймыз, кезектестіріп, араластыра отырып, жарып саламыз. Миксердің жылдамдығын өзгертпейміз, тек бір қалыпты бірінші жылдамдықта жасалынады. Қол миксермен жасасаңыз да болады. Барлық 4 жұмыртқаның барлығын жарып, ішіне салып, жақсылап араластырып жатырмыз. Келесі кезекте біз сливкимізді құямыз. Сливкидің проценті менде 33%, ал сіз 30%-тен жоғарысын кез келген сливкиді ала берсеңіз болады. Бірақ 30%-тен төмен процент 20-25% сливкилерді пайдалансаңыз, чизкейк піскен уақытысында қатпай қалу қаупі бар. Сол себептен міндетті түрде 30%-тен жоғары болғаны абзал. Мінекей миксердің ыдысына астындағы түбіндегі қалып кеткен сырларымызды барлығын араластырып болғаннан кейін сливкимізді құйдық. Енді қайта миксердің жылдамдығымен бірінші жылдамдықта қайта дәл солай араластырамыз. Араласып болған сливкимізді енді ең соңғы өнім бұл бізде крахмал, кукурузный крахмал, немесе бір қасық столовая ложка ұнды пайдалансаңыз болады. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін, мінекей біз миксерімізді тазалап, лопатканың көмегімен артық ауалардың барлығын шығарамыз. Міне біздің текстурасы өте нәзік, осындай бір келкі масса пайда болады, творожная масса. Енді осыны біз астынан фольгамен, үстінен пергаментті қағазбен оралған формамызға саламыз. Форманың диаметрі менде 20, егер сіз сәл биіктеу қаласаңыз 18 сантиметрмен жасасаңыз да болады. Және мінекей осылай тегістеп алғаннан кейін, міне 220 градусқа 40-45 минутқа саласыз духовкаға. Мінекей көріп отқандарыңыздай чизкейк дайын болды, өте биік болады, және одан кейін суығаннан кейін міндетті түрде басылып төмен қарай түседі. Басылған түрі, оригинал түрі осы, беті күйіңкіреп піседі. Дәмі өте дәмді, біздің отбасымызға қатты ұнайды. Сіздер шоколадпен, осылай жемістермен әдемілеп сәндеп берсеңіздер болады. Ас болсын баршаңызға.